Осы 26-шы үй кезінде қандай мықты болған еді. Қала тектес ауыл еді ғой. Мына жерде қырдан сырған айтынбыз. Мына жерде бір шама бала шаға ойнайтын, автобус жүретін ауылдың арасында. 10-15 минут сайын бәле, жарты сағат сайын ба есімде жоқ. Мына жерде үлкен кісілер шығып әңгіме айтып отыратын. Осы жерде өтті балалық шағымыз. 26-лықтар көріп отырсаңыздар, лайк басып, комментарий жазып, үйлеріңізді бір келіп көріп кетіңіздер. Барлығын түсіре алмадым енді. Ренжімейсіздер, уақытым аз болып тұр. Әрбір подъезде ашық үйлер түсіп шыққам деп ойлап едім. Келесі жолы болса түсірем, Құдай қаласа, ыңғайы келсе. Бір группа ашып жиналайық та, 26-лықтар. Мына жерде бір ас өткізейік. Қалай дейсіздер? Балалық шақты, үлкен кісілер жастық шағын еске алсын. Керемет табиғат қой мына. Жан-жағым бәрі тау. Сосын подписчиктерім сұрап жатыр, сатылатын үй бар ма деп мына жерде. Сататындарыңыз болса, оны да жаза кетіңіздер. Алатын адамдар бар сияқты. 26-ның көпірі қанша жыл болды екен? Бала кезден бар көпір. Кемінде бір 40-50 жыл болды ау. Осы жерден бірінші сыныпқа қырмен көтеріліп барады. Омбылап қарға. Кішкентай ойлаңыз, бірінші класста жылап тұрып шығады мана қырдан. Аяқ қолым қатып қарға кіре беріп. Өзім барып келеді бірінші класста. Мына тауды асасыз, ар жағынан тағы біраз жүресіз. Мектеп сол жақта. Мына жақта тағы бір мектеп бар. Білмеймін, ана жақта оқыдық. 8-ші мектепте. Яқта 7-ші мектеп бар. Ашсай деген ауыл Түркістан облысы Кентау қаласына қарасты. Келіп бір шипажай, лагерь ашқанға таптырмайтын жер. Керемет жер. Ауасы тап-таза. Тұрған бірінші гараж біздікі. Көлігіміз болған емес, бірақ гаражымыз болды. Бұзылып кетті біздің гараж. Марқұм әкемде де көлік болмаған. 3 ұлымыз, 3-еуімізде де көлік жоқ. Көліктен тек велосипед қана болған. Онда да кейін болды. Гаражымыз бар болды. Бұзып тастапты. Осы 26-шы дом. Қош болдың, келесі кездескенше. Менің балалық шағымның естелігі.